отаны жоқ, елі жоқ ұйғырлар өзінің тілінде сөйлейді. Отаны жоқ дүнгандар өзінің тілінде сөйлейді, дүнган тілінде. Курдтар отаны жоқ бір жапырағын өзінің тілінде сөйлейді бір-бірімен. Отаны жоқ цыгандар бір-бірімен өзінің тілінде сөйлейді. Неге бұл қазақ өзінің тіліне жиіркенеді, қашып жүр? Өйткені ұлттық идеологияның ештеңе қалыптаспаған, біз әлі сол руға, жүзге, қайдағы, найман, қыпшақ, арғын, шөмекей деп жүрміз. Ал оны қазақ десең үндемей отыра береді. Қазақ деп шырылдаймыз, үндемейді. Ана руын айтсаң атып тұрады. Кеше біреу чаттардан мені әлі аспан бозғыл кетек, шеркеш, сен шөмекейсің ғой, неге өйтпейсің, шөмекей неге айтпайсың дейді маған. Мен де ондай трибализммен айналыспаймын, маған дым қызық емес. Әлі ру тайпалық деңгейде. Қазақ болса бәрін бір қазақпыз ғой. Осында бәрі қызық қой, қазақ қой. Біз тұтас бір ұлтпыз ғой, не керегі бар ол?